пәнінің мұғалімі Әнесқызы Айгүл. Бүгінгі химия пәнінен өтетін сабақтарымыздың тақырыбы аминдердің қасиеттері. Бүгінгі сабақтан меңгеретіндеріңіз аминдердің физикалық қасиеттері, аминдердің химиялық қасиеттері және аммиак, аминдер, анилиннің негізді қасиеттерін салыстыруды үйренеміз. Ендеше сабағымызды бастайық. Аминдердің физикалық қасиеттері: қаныққан қарапайым аминдер аммиак иісті газ тәрізді заттар, ал ортаңғы аминдер шіріген балық иісті жағымсыз өткір иісті сұйық заттар, ал жоғарғы аминдер иіссіз, түссіз қатты заттар болып келеді. Ендеше осы аминдердің физикалық қасиетін метиламин мен анилин мысалында салыстырып көрейік. Метиламин CH3NH2 түссіз газ, иісі аммиакқа ұқсас, суда жақсы ериді. Ал анилин ароматты амин C6H5NH2 түссіз, өзіне тән иісі бар, майлы сұйықтық, органикалық заттарда, еріткіштерде жақсы ериді. Химиялық қасиетіне келетін болсақ, аминдердің химиялық қасиеттері: аминдер аммиакқа ұқсас негізді қасиет көрсетеді. Аминдердің негізді қасиет көрсетуі аммиактардан жоғары. Себебі аммиакта 3 сутек атомының электрон болттары азотқа қарай ығысады, метиламинде 2 сутек атомы тікелей және 3 сутек көміртекті атомы арқылы барлығы 5 сутектің электроны азотқа қарай ығысады. Осының әсерінен метиламинде азот атомындағы теріс зарядтың мөлшері аммиактағы азот атомына қарағанда жоғары болады. Сондықтан аминдердің судағы ерітінділері лакмус ерітіндісін көк түске, ал фенолфталин ерітіндісін таңқурай түске бояйды екен. Аминдердің химиялық қасиетін қарапайым амин метиламиннің мысалында қарастырып көрейік. Метиламин сумен әрекеттескенде метиламоний гидроксиді түседі, ал аммиак сумен әрекеттескенде аммоний гидроксиді түседі. Яғни осы жерде екеуінің ұқсастығын байқауға болады. Сонымен қатар аминдердің қышқылдармен әрекеттесу кезінде аммиак тұз қышқылымен қосылғанда аммоний хлориді түзілетін болса, метиламин тұз қышқылымен қосылғанда метиламоний хлориді тұзы түзіледі екен. Бірақ аминдердің аммиактан айырмашылығы: аминдер ауада жанады және соның нәтижесінде көмірқышқыл газы, су және азот газының түзілгендігін мына реакциядан көруге болады. Енді анилиннің химиялық қасиетіне келетін болсақ, анилиннің химиялық қасиеті екі түрде болады: амин тобына байланысты химиялық қасиеті және бензол сақинасына байланысты химиялық қасиеті. Енді амин тобына байланысты химиялық қасиетінде анилин қышқылмен әрекеттеседі, бірақ лакмустың түсін өзгертпейді. Яғни қаныққан көмірсутектердің аминдерінен анилиннің негізді қасиеті әлсіз екенін көрсетеді. Бұл құбылысты анилин молекуласындағы атом топтарының өзара әсері арқылы түсіндіруге болады. Бензол сақинасы амин тобындағы азоттың бос электрон жұбын өзіне тартады. Азот атомның электрон тығыздығы азайғандықтан оның протонды өзіне тартуы кеміп, негізді қасиеті төмендейді. Түзілген фениламоний хлориді тұзына сілтімен әсер ететін болса, қайтадан анилинді түзуге болады. Енді бензол сақинасына байланысты химиялық қасиетін қарастыратын болсақ, анилин броммен өте шабытты әрекеттесіп, 2, 4, 6 трибром анилин түседі екен. Енді осыны мына бейне түсіндірмеден қарайық. В отличие от бензола, анилин взаимодействует с бромом. Возьмем пробу насыщенного водного раствора анилина. Анилин состоит из бензольного кольца и аминогруппы. Аминогруппа делает анилин более реакционноспособным, поэтому анилин взаимодействует с бромом. Убедимся в этом. К раствору анилина приливаем бромную воду. Выпадает белый осадок триброманилина. Благодаря аминогруппе анилин легко взаимодействует с бромом. Бұл реакциядан броммен
әрекеттескен кезде анилин ақ тұнбаның түзілгенін көрдік. Яғни бұл реакция анилинге сапалық реакция болып табылады. Енді аминдердің негізгі қасиеттерінің өзгеруі мына қатар бойынша сипатталатынын көрдік. Яғни анилин аммиакқа қарағанда негізгі қасиеті әлсіздеу болса, біріншілік, екіншілік, үшіншілік аминдердің негізгі қасиеті аммиакқа қарағанда жоғары екенін анықтадық. Ендеше сабағымызды қорытындылайық. Келесі аминдердің физикалық қасиеттеріне қарай сәйкестендіріңіз. Дұрыс. Қарапайым аминдер газ тәрізді, аммиак иісті және суда жақсы ериді. Ал ортаңғы аминдер шіріген балық иісті, түссіз сұйықтық, органикалық еріткіште ериді. Ал жоғарғы аминдер иіссіз, түссіз, қатты заттар болып келеді. Келесі тапсырма. Химиялық айналымдардың сызбасына олардың формулаларын сәйкестендіріңіз. Дұрыс. Метиламин тұз қышқылымен әсер еткенде метил аммоний хлориді тұз алынады. Метил аммоний хлориді тұзына қайтадан натрий уаш қоссақ метил амин алынады. Ал метиламинге су қосатын болсақ, метил аммоний гидроксиді алынады екен. Жақсы. Енді мына есепті өздеріңіз шығарып көріңіздер. 6 литр метиламин толығымен жанғанда қалыпты жағдайда көмірқышқыл газы мен азоттың қандай көлемі бөлінетінін есептеңіздер. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыз.